Облыс әкімі Ғали Есқалиев облыстық қоғамдық кеңес алдында есеп берді. Атап айтқанда 2021 жыл мен биылғы 6 айдағы өңірдегі әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Қоғамдық кеңес мүшелері басқосуда қоғамды толғандырған мәселелерді көтеріп, облыс әкіміне өз сұрақтарын қойды. Сондай-ақ түйінді түйткілдерді шешу бойынша ұсыныс тілектерін де жеткізді. Облыс орталығын жайластыру да өзекті. Бізде бірнеше қаланың шетінде, көшелерде, әсіресе Сарытауда аялдамалар жоқ. Қыста немесе ыстық жазда байқайтын болсаңыздар, қыста аяз дүгендер әйел адамдар өздерінің етегіне балаларын жауып автобус күтіп тұрады. Өйткені ол жерде аялдама жоқ. Екіншіден ол жерде екінші автобуста басқаларды 25 минуттан артық біз әдейі кейс жасадық, фото, видео түсірдік. Ол енді дәлелденген нәрсе. Екіншіден спорт және балалар алаңдары. Өзіңіз білесіз, әрине орталыққа әр жерде микрорайондарда салынып жатыр. Бірақ Ремзавод, ескі аэропорт, Сарытау, птицефабриканың бер жағы бар. Басқа да қаланың тағы да шет жақтарында спорт және балалар алаңдары жоқ. 130 аялдамада мүлдем аялдама жоқ, яғни ғимарат та жабдықталмаған. Енді жалпы есеппен алатын болсақ, бір аялдама ең арзаны 2,5 миллион деп есептесек, жаңағы 130 аялдамаға есепте беріңіздер, жоқ дегенде 320 миллиондай ақша керек. Бизнесқа шақырып, қазіргі таңда осы 3-4 аялдаманы биылға беріп жатырмыз. Сол жерден бір жағын магазин, бір жағынан жылы аялдама ретінде жасау енді ол жоспарда бар. Бізде де 500-ге жуық аула бар. Қазіргі таңда соның ішінде 50%-на жақын біз жөндеуіміз қажет. Енді соның ішінде 100-ге жуық аулада мүлдем балалар ойнау алаңы жоқ деп айтуға болады, яғни өте ескі. Енді бір ауланы абаттандырып шығу үшін балалар ойыны мен спорттық алаңмен 35 миллион теңге мен 50 миллионның арасында. 2,5 миллион теңге болса, ол в принципе көтерілетін нәрсе. Бірақ бірінші кезекте әрине жаңа өзіңіз айттыңыз, егер кәсіпкерлердің қызығушылығы болса, бірінші кезекте сондай аялдамаларды бекітіп, оларға мүмкіндік беруіміз керек. Сол жерде бизнесті ашу. Яғни өздері салат, павильонды, біз тек мүмкіндік береміз бизнеспен айналысуға. Басқа осындай қызығушылық танытылмаған жерлерге өздеріміз жоспарлайық. Кем дегенде 50 аялдаманы келесі жылға.